Ал достар, to be осы үй жұмысының талдауын сіздерге көрсетіп жіберейін. Біз өтіп кеттік сандарды, қатты қиынды жоқ. Бірінші тапсырмада бос қалып кеткен әріптерді қоюымыз керек болған. Қарап алыңыздар. 15, 90, 70, 12, 100, 60, 13, 40, 11, 80. Так, келесіде сан түрінде жазып шығуымыз керек болған. Міне осындай болу керек. Егер сіздің жауабыңыз осындай болса, онда керемет. Қарап алыңыздар. Келесі мен қойып шықтым мінекей әріптерді. What's your phone number? C. It's 493-555-3908. What's your zip code? E. 90180. Так, are you single? Үшіншісінде F болады екен. No, I'm not, I'm married. Жоқ, мен бойдағы емес, мен үйленгенмін. What's your last name? It's Ferreria. Так, what's your address? Мекен-жай. It's 603 Green Street. How old are you? Жасың нешеде? I'm 27. What's your email? H болды бізде. Ол мынау. bortega@aefmail.com. How do you spell your last name? Мінекей. B болды. F-E-R-R-E-I-R-A. Келесі бізде болды грамматикаға қатысты. Бос орындарды толтырып, when, where, what қойып, сұрау сөйлем құрастыруымыз керек болған. Біріншісінде when is болды. When is the concert? Қашан концерт? Келесіде where is she from? Ол қайдан болады? How are you? Қалың қалай? What is your phone number? Так, телефон нөмірің қандай? Where are you from? Қайдан боласың? Бразилиядан. Where are Maria and Laura today? Бүгін Мария мен Лаура қайда? They are on vacation in Boston. Олар Бостонда демалыста. How old is Pedro? Pedro нешеде? He is 27. 27. What is your address? It is 47 Bank Street. Так, келесі. Мына жерде бізде бос орындарды толтыруымыз керек болған. Так. Яғни бізде жауаптар берілген, біз сұрақ қоюымыз керек болған. Мысалы, біріншісінде how do you spell your last name? H-A-L-L-E-Y. Неге? Өйткені Haley деген фамилиясы. Бұған қандай сұрақ қою керек? Именно көріп тұрсыздар ғой, бөлек-бөлек әріп әріппен берілген. Значит, бұл қалай жазылады деп сұраған. How do you spell your last name? Осындай сұрақ. Келесіде ответ берілген, бізде адрес берілген. Оған what's your address деп қоямыз. Келесіде почтовый индекс берілген. Оған what's your zip code деп қоямыз. Келесіде home phone number берілген. Үйінің телефон нөмірі. Оны what's your home phone number деп сұраймыз. Cell phone numberға, телефон нөмірге, сотовый нөмірге what's your cell phone number деп сұраймыз. Так, адресті what's your email, жасымызды how old are you деп сұраймыз, және are you married деп сұраймыз. Так, келесі I'm not, I'm single дейді. Так, мына listeningді сіздер орындады деген үміттемін. Так, бұл listeningда бізде жауаптар былай болады екен. Біріншісінде B, екіншісінде A, үшіншісінде A, төртіншісінде B. Мына сөздерді сіздер жазып жаттап алды деген үміттемін. Енді осы сабаққа қатысты грамматика бөліміндегі тапсырманың сіздерге жауаптарын көрсетейін. Сіздер тексеріп алыңыздар. A тапсырмасында бізде how old, what, when, where, who дегендерді қойып шығуымыз керек болған. Мінекей, жауаптар осындай болады екен. When is the concert? Қашан? Концерт. Where is it? Қайда? What's the address? Мекен-жайы қайда? Who is she? Ол кім? Жауаптар осындай. Қатты қиын болған жоқ. How old is she? Мына жерде old. Is he? Келесі тапсырмада бізде B тапсырмасында сұраулы сөйлем құрастыруымыз керек болған. Мына жерде сөздер берілген. Дұрыс ретпен емес, соны дұрыс ретпен қойып
шығуымыз керек болған сөйлем құрастырып. Жауаптар осындай болады екен. Біріншісі, who is she? What's your phone number? Where is room for? Is Toronto in the US? Жауаптар осындай екен. Қарап тексеріп алыңыздар. Write questions to complete the dialogue. Мына сұралу сөйлемдерді бізде жауаптары берілген, соған сұралу сөйлемдерді құруымыз керек болған. Where are you from? Where is Monterey? Дәл осылай қойып шығуларыңыз керек болған. Үй жұмысын тексеріп алыңыздар. Достар, сонымен үй жұмысының жауаптары мен талдауы осылай. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.